Саламатсыздар ма? Бүгін салыстырмалы қозғалыс туралы өтеміз. Салыстырмалы қозғалыс дегеніміз ол бірінші анықтамасын жасайық. Бірінші тақырыптағы тема, яғни сабақ тақырыбы. Сабақ тақырыбы бізде салыстырмалы қозғалыс. Және жылдамдықты қосу формуласы. Салыстырмалы қозғалыс, жылдамдықты қосу формуласы. Жалпы салыстырмалы қозғалыс дегеніміз ол осы салыстырмалы қозғалыс дегеніміз нүктенің немесе дененің шартты санап жүйесіне қатысты орын ауыстыру болып саналады. Негізінен салыстырмалы деп өзі аты айтып тұрғандай, екі дененің қозғалысын салыстыру. Мысалы, біз көліктер күнделікті таңда бізде қозғалыс деген өте көп. Мысалы, көліктердің қозғалысын алуымызға болады. Яғни екі көлік бір-біріне қарсы бағытта келе жататын болса, және оның орташа жылдамдығын тап дейді, немесе осы екі дененің жерге қатысты, немесе екі дененің бір-біріне қатысты жылдамдығын тап деп бізде сұрақтарда кездесіп жатады, және біз оны түсінбей жатамыз. Сондай жағдайда біз осы салыстырмалы қозғалыс теориясын қарастырсақ болады. Және оны құр сөзбен айту ол түсініксіз болады, сол үшін біз сіздермен мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Бірінші мысал. Яғни екі жүк көлігі болсын. Және олардың қозғалысы бір бағытта болсын. В1 және В2. Бұл екеуінің қозғалысын біз былай қарастыруымызға болады. Яғни бірінші осы екі көліктің бір-біріне қатысты қозғалысы, немесе олардың жерге қатысты қозғалысын қарастыруымызға болады. Ең бірінші біз осы В1-дің В2-ның В1-ге қатысты қозғалысы қандай болатынын ескерейік. Бізде В1 қозғалысы қозғалып бара жатыр делік. Және В2. Сәйкесінше бізде қарсы бағытта В1 екі денеге қатысты қозғалады делік. Сол кезде бізде В1 ол тыныштық күйде, ал В2 бізде осы В1-ге қатысты қарсы қозғалады. Және оны былай айтып кетуге болады. Мысалы, дельта В дегеніміз, яғни осы екі денеге қатысты жылдамдық, ол дегеніміз В2-ден В1-ді азайтамыз. Бұл бізде бірінші дененің қозғалысына қатысты. Ал екіншісінде дәл осылай, бірақ бізде алымдарында В2 болады. Ол кезде сәйкесінше В2 тыныштық күйде тұрады. Ал В1 В2-ге қатысты қарсы жылдамдықта қозғалады. Бірінші мысалды түсінген болатын болсақ, және екінші жағдай үшін В1-ден В2-ні азайтамыз. Ол кезде бізде минус дельта В. Яғни теріс. Бұл дегеніміз В2-ге В1 қарсы қозғалғандай болып көрінеді. Жалпы. Келесі мысал бізде
қайыққа қатысты болсын. Жалпы бізде игр көсі осы қайықтың бағыты, яғни қозғалу бағыты. Ал мынау осы ағысқа қарсы ол, осы шарт бойынша ол осы жер өсімен бірге қозғалады деген сөз. Мынау өзен бағыты. Жалпы бұл жерде қарастыратын нәрсе бізде мысалы өзеннің жылдамдығы 10 болып, ал қайықтың жылдамдығы 5 болатын болса, 10-нан 5-ті азайтып, оның жылдамдық өзгерісін табуымызға болады. Тағы жаңағы жылдамдықтардың бір-біріне қарсы қозғалуын қарастырып кетейік. Мысалы, бізде көп жағдайда есептерде кездескенде екі көлік бір-біріне қарсы бағытта. Мысалы, бір уақытта, бір мезетте бірінші жүк көлігі 20 км/сағатпен қозғалсын. Ал екінші көлік 15-пен қозғалсын. Және олардың салыстырмалы қозғалысы қандай деген сұрақта біз осылай жауап беруімізге болады. Яғни бірінші көліктердің қозғалысын бағытын анықтаймыз. Бұл уақытта бізде екі жылдамдық бір-біріне қосылады. Сонда 20-ға 15-ті қосамыз. Сол кезде бізде 35 км/сағат. Және жалғастырып кетелік. Екі қозғалыстың, мысалы жерге және бір тыныштық күйде тұрған екі көлікті алайық. Және сол маңында ағаштар болсын. Және оның ағашқа қатысты қозғалысы 10 болсын керек. км/сағатта қозғалады дедік. Оның ағашқа қатысты салыстырмалы жылдамдығы 10-ға тең болады. Ал өздерінің өзара бір-біріне салыстырмалы жылдамдығы 0-ге тең болады. Себебі мынау машина қозғалып кетіп бара жатып, ол артқа қарайтын болса, мынау тыныштық күйде тұрғандай болады. Ал мынау қозғалып, ол артқа қарайтын болса, мынау тыныштық күйде болғандай болады да, бізде 0-ге тең болады. Жалпы бүгінгі тақырыпты түсінген болсақ, үйде пысықтау жұмыстарын жүргізіп